Жігіттер, Құдай бізге арамыздағы әрбір адам өз отбасымен бірге болуды, әрқашан жақындарымыз жанымыздан табылуды нәсіп етсін. Себебі бізге өлімнің қашан келіп тұрғанын білмейміз ғой, солай ма? Кімнің қашан өлетінін білмейміз. Әрине мен ешкімге өлім тілемеймін, бірақтан ертең не боларын да ешкім білмейді. Арамызда ешқайсымыз қайтыс болғаннан кейін сені ұмытып кеткенін қалайсың ба? Әрине қаламайсың. Мен көліктің ішінде келе жатып қайтыс болған 3 досым бар. Олар көлікпен басып келе жатып қайтыс болып кетті. Жай ғана жолда келе жатып. Бірақ біз оларды ешқашан ұмытпауымыз керек. Біз хайуан сияқты болмауымыз керек қой. Егер ондай болсақ, өліп қалсақ, барлығы бізді ұмытып кетеді. Бірақ біз олай жасамауымыз керек. Мен үшін өте қымбат болған жандар қазір ана өмірде, бірақ та мен оларды мақтан тұтамын. Біздің оларды еске алуымыз оларға қатты көмектеседі. Ешқашан ұмытпаймын. Олар менің жадымда, олар менің жанымда әрқашан. Сенесіздер ме? Кейбір тірі адамдардан қарағанда мен оларды қаттырек жақсы көремін да. Шынымен айтып тұрмын. Сол себепті қайтыс болған достарымызды, бауырларымызды, жақындарымызды біз ұмытпау керекпіз ғой. Әрбір дұғада атымен атап еске алуымыз керек. Олар ана өмірде болғанымен біз үшін өлген жоқ. Себебі олардың жаны ешқашан өлмейді. Олар бізді көріп тұр, біздің жанымызда. Ерте ме кеш пе олармен қауышамыз. Жігіттер, жай ғана айтқым келгені, ертең не боларын ешкім білмейді. Жақындарымызды ұмытпайық. Бұл Георгий Тевдзадзенің өлім алдында 1 сағат бұрын ғана айтып кеткен сөздері еді. Қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы кеш, қайырлы түн достар. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге қайтадан Абзик Моторс. Жігіттер, біз бүгін әйгілі Георгий Тевдзадзенің өмірбаяны туралы айтатын боламыз. Көпшіліктің сүйікті шабандозы, жай ғана жүргізуші емес, нағыз пилот деп айтсақ та болады. Ендеше видеомызды бастамай тұрып, қазақ контентін қолдап, каналыма тіркеліп, лайк қалдырып кетейік достар. Ендеше кеттік. Георгий Тевдзадзе, көпшіліктің сүйікті шабандозы, көше жарысы және сонымен қатар дрифтер. 1987 жылы Грузияда дүниеге келген және 26 ғана жасында өз көлігінің жолаушылар орындығында қайтыс болады. Жазатайым оқиғаның алдында өмірбаяны көптеген қызықты трюктерге толы болды. Ол жасқа дейін Георгий Тевдзадзе үйленіп үлгерген болатын. Бірақ бұл автошабандоздың өмірін одан да қайғылы етті. Георгий өте ерте жастан, яғни 13 жасынан дрифтпен айналысқаны және болашақта үлкен жоспарлары бар екені белгілі. Өкінішке орай Георгий туралы толығырақ білу мүмкін емес, өйткені ол өзінің өмірбаяндағы фактілермен бөлісуді ұнатпады және жалпы сөйлемейтін адам еді. Тевдзадзенің таныстары және Георгийдің көлігін интернет пен жолдарда көргендер екі жаққа бөліне бастайды. Біреулер оның басқару шеберлігіне және көлікке иелік ету деңгейін көруге қуанышты болса, ал біреулер керісінше бұл әрекеттерді жауапсыз деп санайды. Көптеген адамдар Георгийдің мінез-құлқын айналасындағы адамдар үшін қауіпті деп санады. Бірақ бәрібір бұл туралы біле отырып, Георгий ешкімді қорқытпайтындығын жиі айтты. Ол интернетке арналған бейнелерді тек танымал болу үшін және кинорежиссерлердің назарына ұсыну үшін ғана жазды. Өйткені ол бала кезінен киноға түсуді армандайтын. Атақты киноактер болуды армандаумен қатар, оның жоспарлары Грузияда автомектеп ашу болды. Оның автомектебі қарапайым болмас еді. Бұл экстремалды жүргізу мектебі. Жалпы алғанда экстремалды жүргізу мектептерін сирек кездестіруге болады. Бірақ олар өте қажет. Өйткені олар мотоспортта үлкен тәжірибесі бар жүргізушілерге де, тек рөлде отырған жаңадан бастаушыларға да кез келген қиын жағдайдан шығудың жолын табуға көмектеседі. Өкінішке орай Георгий Тевдзадзе бұл жоспарларды жүзеге асыра алмады. Шабандоз Георгий Тевдзадзе автоәлемде жеткілікті жетістікке жетті. Ол экстремалды жүргізу әуесқойлар арасында өте жақсы атаққа ие болған еді. Георгий Тевдзадзенің бейнелері дрифт ұнататын жанкүйерлер арасында көптеген көріністерге ие болады.
Тек қана Грузия жерлерінде емес, бүкіл ТМД мемлекеттерінде, оның ішінде Қазақстанда да Георгийдің фанаттары өте көп. Роликтердің мазмұны әртүрлі болды, бірақ әрине бәрі автомобиль тақырыбына арналған. Георгий өз бейнелерінде қоғамдық жолдарда қауіпті маневрлер көрсетті. «23 маусым 2013 жыл. Грузияда жол апатынан белгілі стритрейсер қаза тапты. Бұл жолы ол жолаушылар орындығында болған еді. Жол-көлік оқиғасында әйгілі стритрейсер Георгий Тевзадзе апатқа ұшырады. Ол бүкіл интернетте грузин қалалар көшелерінде өзінің қауіпті жарыстарының бейнежазбаларымен белгілі болған еді. Тевзадзе бұл жолы жолаушылар орындығында болды. Жүргізуші бұл апаттан аман қалды. Апат жексенбіге қараған түні Батумиде болды. Өзің Смотра.ру сайтындағы блогында көрсеткендей, өлім апатының куәгері әйгілі ресейлік стритрейсер Эрик Давидович Китуашвили. Олар досы Тевзадземен кешті мейрамханада өткізген жайлы айтты. «Бауырым, қош бол. Менің тбилисилік бауырым Георгий Тевзадзе бізді порттан күтіп алып, бізбен жолығуға және бүкіл Грузияны көлікпен көрсетуге келген болатын. Ол бізді пароммен қарсы алды. Одан кейін біз бірге тамақтанып, қонақ үйге отыруға бардық. Қоныстанғаннан кейін біз мейрамханаға тауға баратын болып шештік. Онда ұмытылмас кеш болды. Және оның тарапынан менен ең ашық, ең керемет сөздерді естідім. Маған қазір жазу өте қиын. Өйткені мен бұдан әрі не болғанына сене алмаймын. Мейрамханадан шыққаннан кейін біз серпантиндермен қалаға қарай жүрдік. Көлікте байсалды жүргізуші болған. Ал Георгий жолаушылар орындығында еді. Біз қонаққа аман-есен бұрылдық. Кенеттен кіреберістен 30-40 метр қашықтықта барлығы ең күшті соққының күшін естіді. Бұл Георгий Тевзадзенің көлігі еді. BMW M5-тің тарихы осы жерде бітті. Көліктің оң есігі ағашқа қатты соғылып, бүкіл күшпен ұшып кетті. Георгий енді бізбен бірге емес. Мен барлық туыстарына және жақындарына көңіл айтамын. Сіз осымен өмір сүрдіңіз. Сіз осымен демалдыңыз. Сіз әрқашан біздің жүрегімізде қаласыз. Менің бауырым Георгий Тевзадзе. Бұдан басқа сөзім жоқ, деп Эрик Давидович өзінің сайтында жазып кеткен болатын. Жігіттер, біз келесі видеолардан BMW M5-тің рөлінде Георгий Тевзадзенің қала көшелерінде қалай өнер көрсетіп жатқанын көреміз. Бұл видеода адамға қандай ұшқырлық, қандай реакция, қандай профессионалдық және байсалдылық керектігін біз қарап түсіне берсек болады. Әрине бұл қала көшелерінде өте қауіпті. Бірақ Георгий Тевзадзе өзінің өмірінде қала көшелерінде бірде-бір адамға зардабы тимегендігі туралы бізге мәлім. Ал сіз бұл жағдай туралы не ойлайсыз? Пікірге жазып кетіңіз.